Не оқып отырсың? Қарашы, бұл Дінмұхамед Қонаев атамыз. Ол кісінің өмірі, жасаған еңбегі мен қайсарлығы таң қалдырады. Ал сен ол кісі туралы терең тарихты білгің келе ме? Әрине. 3 мәрте социалистік еңбек ері. Бұл халық үшін сіңірген еңбегінің белгісі. 5000-нан астам кітабы бар, кітапханамыздағы және де кітап оқуды өмірінің бір бөлшегі ретінде санаған. Ұлттық құндылықтарды жоғары бағалаған, қазақ тілі мен мәдениетінің дамуына қолдау көрсетті. Қырғыз жаңа қаланы салуға өз үлесін қосқан, оның нұсқаулығымен Талдықорған және де Теміртау секілді қалалар көркейе бастады. Алғашқы қазақ инженерлерінің бірі Дінмұхамед Қонаев Мәскеу Тау-Кен институтын бітірген алғашқы қазақтардың бірі. Дінмұхамед Қонаев атамыздың қазақ қауымына сіңірген еңбегі өте маңызды. Халыққа қызмет ету әр азаматтың парызы. Ел үшін еңбек еткен адам ғана өз өмірін бостан бос өткізеді. Еліміздің болашағы жастардың қолында. Тәртіп пен білімді құптаған ұрпақ қана елін алға бастайды. Бірлік пен татулық халықтың ең үлкен байлығы. Достық пен өзара сыйластық бар жерде елдің тұғыры биік болады. Біздің мақсатымыз келер ұрпаққа жарқын болашақ қалдыру. Мен өзім халықты шексіз сүйдім. Сол үшін де халқым үшін аянбай қызмет ет. Сендер де елің үшін аянбаңдар.